Біз білетін көптеген ойындар біз ойлағандай жай ойын болмауы мүмкін. Танымал болған ойындардың қорқынышты шындығын көбісі біле бермейді. Сондықтан қазір мен сіздерге топ 3 танымал болған ойындардың қорқынышты шындығын айтатын боламын. Сәлеметсіздер, сіздермен бірге бұл мен Мистер Жанс. Менің арнама қош келдіңіздер. Видео басқанға жетіп не істеу керектігін білесіздер. Арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Егер де 2000 лайкты жинап тастасаңыздар, келесі видео тездетіп шығатын болады. Ал енді видеоға дайынсыз ба? Кеттік. Бірінші ойынымыз Poppy Playtime. Иә достар, бұл ойын 2021 шыққанымен қазір мен сіздерге 2026 жылы шыққан соңғы 5-ші бөлімі жайлы теориялар мен қорқынышты шындықтарды айтып беретін боламын. 5-ші тараудың соңында ең қатты шок қылатын нәрсе Хаки мен Кеси Мессидің тағдыры болды. Екеуі ақыры қайта кездескендей болады. Негізі Хаки өте агрессивті болғандықтан оны тыныштандыру үшін Кеси Мессиді жасаған деген теория бар. Бірақ осы әсерлі сәтті прототип келіп бұзады. Ол алдымен Хакиді, кейін Кеси Мессиді өткір тырнағымен түйреп кетеді. Көп адамдар олар өлді деп ойлайды, бірақ мен олай есептемеймін. Себебі бұған дейін екеуі де бірнеше рет ауыр жарақат алып аман қалған. Хаки өте биіктен құлаған, ал Кеси бұрында прототиппен шайқасқан. Оның үстіне олардың ішінде кәдімгі қан емес, арнайы көкнар гелі бар. Дәл осы гель тәжірибелерді тірілту үшін қолданылған. Сондықтан олар тірі қалуы әбден мүмкін. Менің ойымша 6-шы тарауда Хаки мен Кеси қайта оралады. Келесі кейіпкер Лилит. Оның өлімі де өте даулы болды. Басында ол бізге жамандық жасаған жоқ. Үйіне кіргізді, еркін жүруге мүмкіндік берді, тіпті шай ішуге шақырды. Бірақ бәрі жоспардан шыққанда ол ашуын ұстай алмай бізге шабуыл жасайды. Біз қашып бара жатқанда Лилит өте биікке шығып кетеді. Сол кезде біз тұрған платформаны ажыратып жібереміз де Лилит өте төменге құлап кетеді. Енді күлімдеген аңдарға келсек, олардың тағдыры да өте ауыр сияқты. Бірақ нақты өлді ме жоқ па әзірге белгісіз. Біз Вакидің өткен шағына түскен кезде бір қызық нәрсені көреміз. Қызметкерлер күлімдеген аңдарды жай ғана ойыншық сияқты қорапқа салып жатыр. Бірақ олар кәдімгі ойыншық емес. Бұлар жетім балаларға жасалған тәжірибелер. Қораптан шығатын дыбыстардың өзі өте қорқынышты. Ішінде нақты не болып жатқанын ойын көрсетпейді, бірақ өте ауыр нәрсе екені сезіледі. Әзірлеушілер 5-ші тарау ең қорқынышты болады дегенде дәл осыны меңзеген сияқты. Ең қорқыныштысы компания қызметкерлері оларды тірі жан ретінде емес қарапайым зат сияқты көрген. Бұрын адам болған жетім балаларды еш аямастан қорапқа тағып ойыншық ретінде пайдаланған. Бұл жерде тек компания басшылығы емес қарапайым қызметкерлердің өзі де кінәлі. Содан кейін Ваки ашуын ұстай алмай бақылаудан шыға бастайды. Ол бөлмесінен қашып шығып қызметкерлерге шабуыл жасайды. Осыдан кейін компанияда қанша адамның қаза тапқанын елестетудің өзі қорқынышты. Хаккиден бөлек Боксибо, Катнап және де тағы да басқа эксперименттерде болған. Демек жоғалып кеткен қызметкерлердің саны да өте көп болуы мүмкін. Ал Поппиге келсек, менің ойымша ол тірі. 6-шы тарауда міндетті түрде қайта шығады. Бірақ прототип оның қандай күйге түсірген әзірге ешкім білмейді. Шай ішу сахнасында прототип Поппиді жөндемек болады. Бірақ байқамай басын қатты зақымдап алады. Оның өзі де бұлай болады деп күтпеген секілді. Ал енді прототипке келсек, ол бұл тарауда бірнеше үлкен қателік жіберді. Біріншіден, ол кепілдегі адамдардан айырылып қалды. Екіншіден, бізді байлап отырған кезде бірден өлтірмеді. Ең қызығы, соңында бізді көкнар геліне батырып өлтірмек болды. Бірақ дәл сол гел бізді өлтірмей, керісінше жарамызды емдеп берді. Кейін жей билет келіп бізді құтқарып алды. Тағы бір қызық нәрсе, прототиптің өзі де мықты. Ол бұған дейін пойыздың жарылысынан да аман қалған. Сондықтан оның денесі өте берік екені анық. Бірақ қанша ақылды болса да, осы тарауда жіберген қателіктері оның да әлсіз тұстары бар екенін көрсетті. Қорыта айтқанда 5-ші тарауда бірнеше кейіпкер өлгендей көрінгенімен, олардың бәрі бірдей шынымен өлді деуге әлі ерте. Әсіресе Ваки мен Кеси Мессидің оралу ықтималдылығы өте жоғары. Сондықтан 6-шы тарауда бізді өте үлкен тосым сыйлар күтіп тұр. Келесі ойын FNAF ойыны. Иә достар, бұл ойынды көбісі жақсы көріп ойнайды, ал кейбіреулері қатты қорыққаннан ойнамайды. Сіз қай бөлікке жатасыз? Қорқып ойнамайтындарға ма, әлде қорықпай батылдық танытып ойнайтындарға ма? Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламын. Бұл ойынды білмейтіндерге ойынды қысқаша түсіндіріп кетейін. FNAF 2014 жылы шыққан қорқынышты ойын. Ойынды Скотт Коутон жасаған. Тарихы: бұрын Фредди Фазбер Пицца деген балаларға арналған мейрамхана болған. Онда Фредди, Бонни, Чика және Фокси сияқты аниматроник роботтар балаларды көңілдендіретін. Бірақ бір күні Уильям Автом есімді адам бір
бірнеше баланы алдап артқы бөлмеге апарып ас етеді. Балалардың рухы аниматрониктердің ішіне кіріп кетеді. Содан кейін олар түнде тіріліп, кез келген адамды өлтіруге тырысады. Өйткені оны өздерінің өлтірушісі деп ойлайды. Біз ойында түнгі күзетші болып жұмыс істейміз. Таң атқанша камераларды қарап, есіктерді жауып, аниматрониктерден аман қалуымыз керек. Ойын жайлы ақпараттарды естідік. Қазір көбісі бұл ойын адамның ойынан, қиялынан жасалған ойын шығар деп жатқандарыңыз бар шығар. Бірақ мүлдем қателесесіздер, себебі FNAF ойыны шын өмірден алынған. Бұны естудің өзі қатты қорқынышты. Чаки Чиз мейрамханасы, ақштағы балаларға арналған пицца мейрамханасы. Онда сахнада ән айтатын аниматроник жануарлар болған. Скоут бала кезінен осыған ұқсас мейрамханаларға барғанын айтқан. Сондықтан FNAF-тағы Фредди және басқа аниматрониктер осы идеядан шабыт алған болуы мүмкін. 1993 жылдағы Чаки Чиздегі қылмыс. ақштағы мейрамханада атыс болып бірнеше адам қаза тапқан. Кейбір адамдар мұны FNAF-пен байланыстырады. Өйткені FNAF-та да пиццерия және бірнеше құрбан бар. Бірақ Скоут бұл оқиғаға негізделгенін ешқашан айтпаған. Сондықтан бұл тек теория. Бірақ мен дәл осы мейрамханаға қатысты қорқынышты видео тауып алдым. Достар, видео өте қатты қорқынышты. Егер де қатты қорқатын болсаңыздар, онда видеоны 10-15 секундқа өткізіп жіберсеңіздер болады. Ал егер де қорықпаймын, мен видеоны соңына дейін көремін десеңіздер, онда комментарийға өз пікірлеріңізді айтып, мен қорықпаймын деп видеоны қарай беріңіздер. Сәттілік. Видеода көргендеріңізде аниматрониктің қасында балақай билеп тұрады. Бірақ бір кезде бала қатты қорқып аниматрониктен қашып шығады. Және сол жердегі көмекші адам келіп аниматроникке ұрсып жатқанда, оған аниматроник жаман көзбен қарайды. Достар, дәл қазір біз осы видеодағы мән жағдайды дұрыстап анықтайтын боламыз. Жалпы видеода не болды, несімен қорқынышты екені. Бұл видеоны дұрыстап қарасақ, бала аниматрониктен сескеніп бірден жерге түседі. Бізде сұрақ туындайды. Неге? Жауабына келсек, негізінде ол аниматроникке жақындап тұрғанда, оны ол қолымен жібермей қатты қыса бастаған. Бірақ бала дер кезінде күшпен оның қолынан қашып шықты. Мүмкін оның қолы солай қозғалатындықтан кездейсоқ жағдай болып болған шығар. Бірақ неге сол жердегі көмекші аниматроникке ұрысты? Егер ол жай ғана қозғалып тұратын робот болса, ол егер оны түсінбесе, жай ғана робот болса, неге ол оған жаман көзбен қарады? Бұл сөздерді қорқытпайды ма? Ал егер де көмекші аниматрониктің шын тірі робот екенін білген болса ше, видеоны қайта қарасақ, аниматроник баланы тек қана көмекші ұрсып бере жатқанда жіберген болатын. Менің ойымша шын секілді, себебі мұндай жағдайлар бұл мейрамханада бір рет орын алған. Достар, сіздердің ойларыңыз қалай? Оны комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі ойын бәріміз бала кезімізде қатты қорқып диванның астынан шықпаған ойын Гренни ойыны. Жеке басым дәл осы ойынды ойнаған кезде диванның астынан шықпай тығылып отырушы едім. Ал сіздер қалай ойнадыңыздар? Диванның астынан шықтыңыздар ма? Бірақ жақында бұл ойын жайлы қорқынышты теория тараған болатын. Мен сіздермен осы теория жайлы бөліскім келіп отыр. Дайынсыз ба? Кеттік ендеше. Көп адам Гренни ойынын Ресейдегі сериялық қылмыскер Тамара Самсонованың оқиғасынан шабыт алынып істелінген деп есептейді. Бірақ бұл ресми жасалған жоқ. Гренни ойынның авторы мұны ешқашан растамаған. Теория неге шықты? 2015 жылы Санкт-Петербургте Тамара Самсонова деген әже ұсталды. Көршілері қоқыс пакетінен адам денесінің... достар, бұл жерін айтсам маған YouTube бан беруі мүмкін, сондықтан өздеріңіз түсінесіздер деген ойдамын. Бейнекамерадан Тамараның адамның бөліктері салынған пакеттерді көтеріп жүргені көрінген. Полиция оның үйінен көптеген іздерді, үлкен пышақты және бірнеше тілде жазылған күнделігін тапқан. Күнделікте ол бірнеше кісіні тамақ ету туралы жазған. Кейбір мәліметтерде ол 10-13 адамды тамақ етті деген күдік болған. Гренни ойынымен ұқсастығы. Жалпы екеуі де қатты ұқсайды. Екеуі де әже, екеуі де қылмыскер және екеуі де үйлеріне ешкімді жолатпайды. Тағы түрлерде қорқынышты. Бірақ маңыздысы, бұған нақты дәлел жоқ. Яғни Гренни ойынның авторы бұл Тамара Самсоноваға ешқандай қатысы жоқ. Достар, осымен видеомыз бітті. Видеоңызды арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Егер де 2000 лайк болса, мен келесі бөлімдерді аямай тоқтатпай шығаратын боламын. Ал сіздер не істеу керектігін білесіздер. Арнаға тіркелеміз, видеоға лайк басамыз. Біз қоштаспаймыз. Біз келесі видеоларда көрісеміз.